Ан-Ниса сүресі 94-102 аяттар. Уа иман келтірген жандар! Алла жолында соғысқа шықсаңдар, пиғылдарыңа абай болыңдар. Дүние мүліктеріне қызығып, бейбіт пейіл білдіргендерге, сендер мұсылман емессің деп соқтықпаңдар. Алланың байлығы жеткілікті. Тәңір шапағатын төгіп, кешірімне бөлемеген кезде сендер де сондай күйде едіңдер. Сондықтан абайлап барып әрекет етіңдер. Сендердің барлық істерің Аллаға аян. Майданға шықпай, жанын бағып қалған мұсылман мен Алла жолында күш жігерінде, жанында, малында пида етіп жүрген мұсылман тең емес. Шынайы себептерсіз майданнан қалып қойған мұсылмандардан дүниесі мен күшін аямай жихадқа сарп еткен мұсылмандардың дәрежесі Алла алдында анағұрлым артық. Жаратушы барлығыңа да игілік берем деген, алайда дін үшін аянбағандарды ұлы сыйлықтарымен ерекше жарылқайды. Өзінің жарылқаулары мен кешірімдерін дәрежелерге бөліп лайықтап қойған. Алла ақиқатында өте кешірімді және мейірімді. Өздеріне өздері зиян жасаған пенделердің жанын алған періштелер қандай жағдайда күн кештіңдер деп сұраған кезде, олар біз жер бетінде Меккеде бейшара күйде едік деп сылтауратады. Алланың жері кең емес пе? Хижрат етіп көшіп кетсеңдер болмас па еді, дейді періштелер. Олардың барар орны жаһаннам. Қандай сұмдық орын десеңші. Батыл әрекетке баруға шамалары келмейтін әлжуаз ерлер мен бала-шағалардың жағдайы белгілі әрине. Алла оларға өз кешірімін жасайтын шығар. Алла жарылқаушы, кешіруші ғой. Кімде-кім Құдай жолында тәуекел етіп хижрат жасаған болса, барған жерінде жайлы мекен, кең қоныс табады. Алланың және оның пайғамбарының разылығы үшін үйін тастап шығып, сол жолға қайтыс болса, ондай жандардың керемет сыйы Алланың құзырында. Алла кешірімді, рахымды. Жорыққа шыққан кездеріңде кәпірлердің шабуылынан сақтанып, намазды қысқартып оқысаңдар, еш күнә жоқ. Ақиқатын айтар болсақ, кәпірлер сендерге анық жау. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Мұсылмандарды майданда намазға тұрғызып, имам болғаныңда, олардың жартысы қаруларымен қоса намазға тұрсын. Бір рәкат оқып болған бірінші топ түгелдей күзетке тұрып, намаз оқымаған екінші топ келіп сенімен бірге сәждеге жығылсын. Алайда тым босаңсып, қаруларын тастамасын. Кәпірлер сендердің қару-жараққа салғырттық танытқан сәттеріңді аңдып, кенеттен шабуыл жасағысы келеді. Жауын шашын секілді қиыншылық кездерде немесе науқастанған жағдайда ғана қаруларыңды шешіп қастарыңа қойғаннан күнә болмайды. Мұндай кезде де сақтықты әлсіретіп алмаңдар. Ақиқатын айтар болсақ, кәпірлерді қорлыққа салатын Алланың азабы дайын.